Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айжан. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазіргі уақытта хит болып жатқан восточная корзинка пирогы мен Ташкент шайды бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазақша контентті қолдап, подписаться, лайк басып қойыңыздар. Пирогты дайындау үшін алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ұнды електен өткізіп аламыз. 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз, жақсылап араластырып аламыз. Сары май 150 грамм. Сары май бөлме температурасында еріп тұруы қажет. Осылай қасықпен бірінші араластырып аламыз. Қамырды қолымызбен елейміз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін 60 грамм қант қосамыз. 1 дана жұмыртқа қосамыз. Жарты қасық ваниль қантын қосамыз. Қамырды қолымызбен елейміз. Қамырымызды елеп болдық. Осындай жұмсақ қамыр шығады. Қамырды холодильникқа қоймай, бірден формаға орналастырамыз. Пирог пісіретін формаға осылай видеода көрсеткендей барлық жағына біркелкі етіп, тегістеп жайып шығамыз. Менде форманың диаметрі 26 см. Пирогтың бортиктарын жасап шығамыз. Осылай қамырымызды бір жері қалың, бір жері жұқа қылмай, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді дайындап алған салмасын саламыз. Алдын ала мейізді, кептірілген өрікті, грек жаңғағын жуып кептіріп алдым. Кептірілген өрікті қатты ұсақ қылмай турап аламыз. Қамырымыздың үстіне бірдей қылып салып шығамыз. Келесі кезекте қара мейізді салып шығамыз. Қажет ингредиенттердің барлығын осы видеоның астына жазып қоятын боламын. Сол жақтан қарай аласыздар. Енді сары мейізді салып шығамыз. Келесі кезекте грек жаңғағын саламыз. Алдын ала пышақпен ұсақтап алдым. Келесі кезекте сапалы сгущенка қолданамыз. Сгущенканы осылай барлық жағына бір тегіс етіп әдемілеп құйып шығамыз. Сгущенканы барлығын құйған жоқпын. Салмамыздың беті толық жабылса жеткілікті. Пирогтың шеттерін әдемілеп тегістеп шығамыз. Пирогты алдын ала қызыған пеште 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Пирог піскеннен кейін толық суығанша күтеміз. Пирогымыз суығанша келесі кезекте Ташкент шайын дайындаймыз. Бұл ерекше шайды дайындау үшін түйіршіктелген қара шай және көк шай қажет болады. Келесі кезекте апельсин және лимон тілімдерін салып шығамыз. Апельсинді салу міндетті емес, жоқ болса салмауға да болады. Лимон тілімдерін салып шығамыз.
Енді науатты саламыз. 2 шай қасық бал құямыз. Одан кейін мятаны, яғни жалбыз жапырақтарын салып шығамыз. Өте ерекше дәм, иіс береді. Ыстық қайнаған су құямыз. Шайнекті бұқтыруға арналған шамды жағып, 2-3 минут бұқтыруға қоямыз. 2-3 минут ішінде шайдың түсі жақсы шығады, науатымыз жақсы еритін болады. Шайымыз дайын болғанша пирогымызды турайық. Пирог өте ерекше дәмді болып шықты. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, тез дайындалатын пирогтардың бірі. Ташкент шайымыз дайын болды. Видео ұнаса, подписаться, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.